Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінің кезекті тапсырыс мінекей. Бұл тапсырыс алдыңғы тапсырыстар сияқты Gearbest интернет магазиніне келді. Тез келді, 15 күннің ішінде келді. Бұның ішінде мінекей мынандай камера. Бұл камераны жаңағындай трубалардың ішін көруге, жаңағындай көрінбейтін жерлерді көруге арналған осындай бір камера. Мына жерде дискісі бар екен, бір драйвер, жаңағы программалар шығар ішінде. Және мына жерде қысқаша анықтамасы және QR кодтар көрсетілген. Программасын скачать етіп алуға. Және мінекей мынандай USB переходник, микро USB-ге арналған. Бұны компьютерлерге қосу үшін обычный USB портқа, және мына жағы микро USB смартфонның микро USB портына салуға арналған. Бұл кабелінің ұзындығы мына жерде көрсетілмеген екен. Ұмытпасам шамасы 2 метр болу керек, 2 метр не болмаса 3 метр. Мінекей мына жерде батырмасы бар. Және мінекей мына камераның бас жағында көріп тұрсаңыздар, мінекей мынандай светодиод бар. Осы светодиодтың жарықты реттеуге арналған мінекей мынандай бұрамасы бар. Осыны бұрап жарықты реттейтін боламыз. Және мінекей мынандай осында өте жіңішке камера. Бұл камера енді керемет сапалы түсіреді деп айта алмаймын. Бұл жаңағындай өте көрінбейтін жерлерді көруге арналған. Мысалға бір трубаның іші болсын, канализацияның іші болсын, мысалға машина жасаған кезде бір көрінбейтін жерлер болса, соны көруге арналған осындай бір камера. Мінекей мынау осындай бір айнасы бар екен. Бұл қалай салынады өзі? Мінекей мына басы бұралады мынадан. Мінекей бұлай бұралып келіп, мінекей осы жерде мысалға бір ұзын труба болса, мінекей труба көреміз де, трубаның мына жоғары жағын. В общем, көрінбейтін жерлерді көруге арналған осындай камера. Мына темірі не үшін екенін білмедім. Ішінде міне магниті бар екен өзінің. Өстіп бір жерге магнитпен жабыстырып қоятын бір құралы шығар. Түсінбедім қалай пайдаланатын. Осындай бір қосымша құрал саймандары бар камера. Мінекей құрметті достар, бұл камераны тексеріп көрдім. Барлығы жұмыс істеп тұр. Тек мына камерасы алысты көрсете алмайды. Камерасының фокусы осындай бір где-то шамамен осындай ара қашықтықта фокус жасалған, алыстағы затты көрмейді болып дұрыс. Сапасы керемет деп айта алмаймын. Бағасы бұның Gearbestте шамамен 8-10 доллар тұрады. Алиэкспрессте 6-7 долларға табуға болатын шығар. 6-7 долларға егер қатты қажеті болмаса, бұл аса бір пайдалы құрал деп айта алмаймын. Мен өзіме 1,5 долларға, скидкамен 1,5 долларға айналғандықтан тапсырыс бере салдым. Не екенін көрейін деп қызық болған соң. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.